Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Фариза асханасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай көрінісінің өзі тәбетті ашатын қысқа арналған помидордың согында ассорти жабатын боламыз. Қалың қыста жазды еске түсіретін ассортидің бірі, сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен қиярларымызды салқын суда 2-3 сағатқа қалдырамыз. Салқын суда 2-3 сағат тұрған қиярларымызды істетілмеген таза губканың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жақсылап ысқылап жуып шығамыз. Бірінші рет қиярларымызды жуып алдық, енді екінші рет қайтадан салқын суға бір шайып алатын боламыз. Екінші рет шайғанда қиярларымыздың екі жағын тазалап алып тастап отырамыз, дәл видеода көрсетілгендей. Бізге керекті қиярлардың барлығын жақсылап жуып тазартып алдық. Ендігі кезекте осылай қызанақтардың ішінен ең кішкентайлау, орташалауларын теріп алып, дәл осылай оның да керек емес жерлерін тазартып аламыз. Қызанақтарымызды да дайындап алдық. Ендігі кезекте тәтті бұрыштарымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, орташа бөліктерге бөліп аламыз. Сонда біз банкаға салғанда ыңғайлы болу үшін. Тәтті бұрышымызды да бөліктерге бөліп дайындап алдық. Енді сарымсағымызды да жақсылап тазартып, бір шайып жібереміз. Келесі кезекте бізде көк шөптер, менде хрен жапырағы, жүзім жапырағы және укроптың зонтиктары. Және бізге жапырақ, түйір қара бұрыш және өз қалауыңыз бойынша осындай ащы қоссаңыздар болады. Мен барлығына қоспаймын. Енді осы уақытта суымызды қайнатуға қоямыз. Банкаларды мен дәл осы тәсілмен булап аламын. Енді банкамызға заттарымызды салып жинайтын боламыз. Ең алдымен хрен жапырағын міндетті түрде 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Сонан соң өзімізге керекті бөліктерді банкаларға жайғастырып салып аламыз. Хрен жапырағы, сонан соң укроптың зонтиктарын салып аламыз. Кейін 5-6 данадан сарымсақ салып аламыз. Менде банкалар 2 литрлік, 1-2 литрлік банкаға 2 жапырақтан салып шығамыз. Сонан соң түйір қара бұрыштан 8-10 данадай шамамен салып шықтым. Сонан соң өз қалауыңыз бойынша ащы бұрыш салсаңыздар болады. Мен барлығына қоспаймын, 2 банкаға ғана қостым. Сонан соң жүзім жапырағын салып, барлығын салып алғаннан кейін қиярларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп жайғастырып аламыз. Бірақ қатты нығыздап салмаймыз, сонда біздің помидордың соғы көбірек кететін болады. Мінекей, банкамыздың бірінші бөлігіне қиярларымызды жайғастырып салып алдық. Енді 40 қабатымызды бөліктерге бөліп дайындап аламыз. 40 қабатымыз міндетті түрде балғын болу керек, яғни свежий болу керек. Сонда өте жақсы дәм береді. 40 қабаттарды мен банкаға салғанда жақсы жайғасу үшін ұсақтау етіп бөліктерге бөліп алдым. Қаласаңыздар үлкендеу етіп кесіп алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте 40 қабаттарымызды салып жайғастырып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, қатты нығыздамай жай ғана салып шығамыз. Кейін бағана дайындап қойған қызанақтарымызды салып шығамыз. Әрқайсысына 2-ден 3-ден өз қалауларыңыз бойынша. Енді ашық жерлеріне бағана турап алған тәтті бұрыштарымызды тығып шығамыз.
Мінекей дәл осылайша қатты тығыздамай кезекпен кезек осылай жайғастырып салып аламыз. Банкаларымыздың барлығын дәл осы тәсілмен салып жайғастырып аламыз. Мінекей банкамызға ассортиімізді өте әдемі етіп жайғастырып алдық. Енді осы ассортидің үстіне қатты отта сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығамыз. Кейін қақпақтарымызды да міндетті түрде қайнап тұрған суға салып, бір қайнатып алып, банкаларымыздың үстіне қойып шығамыз. Банкаларымыздың барлығын осы тәсілмен жасап, қақпағын жауып 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Менде 2 литрлік банкадан 5 банка шықты. Ендігі кезекте помидордың согын дайындайтын боламыз. Дәл осылай помидорларымызды жақсылап жуып, тазартып, керек емес жерлерін кесіп алып тастап, дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Мен қызанақтарды блендердің көмегімен ұсақтаймын, сондықтан да үлкендеу етіп бөліктерге бөліп жатырмын. Мясорубкіден өткізсеңіздер де болады. Қызанақтарымыздың барлығын осылай бөліктерге бөліп алдық. Енді блендердің ішіне салып, езіп алатын боламыз. Мінекей блендердің көмегімен қызанақтарымызды езіп алдық. Дәл осы тәсілмен барлық қызанақтарымызды езіп аламыз. Мінекей қызанақтарды езіп алдық. Енді оны қайнатуға жібереміз. Осы аралықта банкаларымызда тұрған суларды осындай арнайы қақпақтың көмегімен төгіп шығамыз. Барлық банкадағы бірінші құйған суды жақсылап төгіп алғаннан кейін қайтадан сақырлап қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді осы аралықта қызанақтың согына қосатын тұз бен қантымызды дайындап аламыз. Әр 2 литрлік банкаға 2 қасықтан есептеп 10 қасық тұз салдым. 1 қасықтан есептеп 5 қасық тұз салып дайындап алдым. Осы аралықта біздің жаңағы согымыз қайнап шықты. Бір рет қана қайнатамыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп ситадан өткізіп аламыз. Бізге қызанақтың сыртындағы қабығы және ішіндегі дәнектері қажет болмайды. Сондықтан да ситадан өткізіп, согымызды тып-тынық мөлдір етіп тазалап аламыз. Мінекей осылайша қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз, сонда қызанақтың бізге керек емес жерлері ажыратылып шығады. Қызанағымызды ұсақтап алғаннан кейін бір қайнатуымыздың себебі ситадан өте жақсы өтеді. Сондықтан да бір қайнатып алып барып ситадан өткізгендеріңіз дұрыс. Дәл осы тәсілмен барлық қызанақтарымызды өткізіп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте тынық, әдемі мөлдір сок шықты. Енді осы сокты қатты отта қайнатуға жібереміз. Қайнағалы жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бағана дайындап қойған тұз бен қантымызды салып, тұз бен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Дәл осы сокты міндетті түрде 20-25 минут көлемінде қайнатамыз.
Енді осы аралықта банкаларымызға екінші рет құйып қойған суды төгіп тазартып аламыз. Енді үшінші рет банкаларымызға жаңағы дайындап алған қызанақтың согын құйып шығамыз. Достар, менің дәл осы арнамда бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан да менің арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Және қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыз, менің жаңадан салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Банкаларымызға толтырып қызанақтың согын құйып шықтық. Енді осындай 70%-дық уксустан бір үлкен қасықты қатты толтырмай, бір қасықтан салып шығамыз. Бір шай қасықпен толтырып салсаңыздар да болады. Сонан соң қақпақтарын жауып, жапқыштың көмегімен жақсылап бұрап, жақсылап жауып тастаймыз. Мінекей, дәл осы тәсілмен банкаларымыздың барлығын қақпақтарын жауып шығамыз. Сонан соң қақпағы жақсы жабылғанына көз жеткізіп, жақсылап тексеріп шығамыз. Кейін дәл осы банкаларымызды керісінше төңкеріп, жылы плетпен орап, бір тәулікке қалдырамыз. Плетпен орадым, сонан соң көрпемен тағы да орап қойдым. Мінекей, осымен біздің асорти соктарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Мен осы видеоны бір аптадан кейін түсіріп жатырмын. Ешқандай да атылған жоқ. Түрі де мөлдір, тәбетті ашатын өте әдемі сок болып шықты. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, міндетті түрде пікіріңізді қалдырыңыз.